қолданады. Автоблоктау бағдаршамның орналасуы магистралды желілерде және үш мағыналы өткізетін бағдаршамның сигнализациясының жүйесін, оның құрамының ұзындығы мен массасына сәйкес жобаланады. Автобұғаттау жүйесінде қойылатын талаптар. Автобұғаттау жүйесінде бірінші классты сенімді релені қолданады. Жүйедегі бұл релелер егер кенеттен сөніп қалса, немесе жүйеден алып тастағанда қауіпті жағдай туғызбауы қажет. Автобұғаттауда принципі сызбасы құрамдардың шартты белгілерімен және олардың түйісумен орындалады. Электр тізбекте әрбір түйісуде реленің әріптік мәні қойылады және әрбір түйісуге типтік нөмірлер көрсетіледі. Тұрақты токты екі жолды автобұғаттауда жолдық релені импульсті жұмысын айқындау сызбасы және жұмыстың уақытша диаграммасы, оның элементтері келтірілген. Автобұғаттау құрылымдары станция және оның бөлімдері арасында, перегондағы блок бөлімшелердің арасында пойызда жүру, тұру, тоқтау кездерінде өзара байланыс жасауға жағдай туғызады. Жол жұмыстары кезінде тыйым салынады. Біріншіден, қозғалушы үшін қауіпті кедергі немесе жұмыстар жүргізілетін орын белгілерімен қоршалғанға дейін жұмыстарды бастауға. Екіншіден, кедергі жойылмай, жұмыстар толығымен аяқталмай, жолдың түйіспелік тораптың жағдайы тексерілмей және габарит сақталмай тұрып, кедергіні немесе қоршау белгілерін алып тастауға. Жалпы сабақ осылай. Назарларыңызға көп рахмет.